Неге кәсіпкердің энергиясы бітіп қалады? Неге кәсіпкерлер бизнесін жүргізіп келе жатады да бір жерден құлайды, бизнес тоқтап қалады, ақша келмей бастайды, провал болады. Біраз уақыттан кейін қайтадан есін жияды, аяғына тұрады, бизнесін жүргізіп келе жатады да қайтадан солай болады. Және осы процесс қайталана береді. Арада жылдар өтіп жатыр, кәсіпкер бір орында тұра береді. Бұл жерде мынандай сценарий жүріп жатыр. Кәсіпкер көбінесе ішкі қалауымен жүргізбейді бизнесті. Бизнесті дамытуым керек, через надо істеуім керек, дәлелдеуім керек, тоқтамауым керек деп күш салып шапқылай береді ішкі қысыммен. Содан кейін шаршау жиналады, стресс жиналады, энергияны жеп қояды. Энергия таусылған кезде кәсіпкер тоқтап қалады. Тоқтап қалған кезде кәсіпкер ол стресспен жүгіре береді, білінбейді. Бірақ сыртта мынандай көрініс болады. Бизнес құлдырай бастайды, ақша түспей бастайды, бизнес тоқтайды, өйткені кәсіпкердің энергиясы бітті. Содан кейін не істейді? Кәсіпкер құлайды, содан кейін біраз уақыт есін жияды да, содан кейін қайтадан осыған кіріседі. И осымен жалғаса береді. Осы сценарийді бұзбай, жаңа деңгейге шығу мүмкін емес. Бұл жерде стратегия, білім маңызды емес. Ең маңызды нәрсе, ең бірінші нәрсе кәсіпкердің ішкі энергиясы, состояниясы маңызды. Кәсіпкер ішкі қалауымен энергиясын дұрыс басқарып жүрсе, бір темппен барып масштабқа шығады. Енді осы жерде өзіңді таныған болсаң, онда комментарийға жаз. Егер осындай ситуация басынан өтіп жатқан болса, маған разборға жазыл. Комментарийға просто разбор деп жаз.